Табиғаттағы түстер әлемі адамды әрдайым таңғалдырады. Гүлденген шалғын, орман көрінісі, күзгі жапырақтардың сарғайып қызаруы немесе жеміс-жидек пен көкөністердің алуан түрлі түске боялуы, барлығы да өсімдік әлеміндегі ерекше бояғыш заттарға байланысты. Бұл бояғыш заттар пигменттер деп аталады. Пигменттер өсімдіктердің жасушасы мен ұлпаларында болатын, оларға түс беретін органикалық қосылыстар. Ғалымдар өсімдіктерде 2000-нан астам пигмент түрі бар екенін анықтаған. Заттың немесе өсімдіктің түсі пигменттердің күн сәулесін жұту қабілетіне байланысты болады. Егер түскен күн сәулесі түгелдей шағылса, зат ақ болып көрінеді. Ал егер сәуленің белгілі бір бөлігі жұтылса, өсімдік сол түске боялады. Өсімдік жасушаларында бірнеше негізгі пигменттер кездеседі. Ең бастысы хлорофилл. Ол жасыл түсті береді және фотосинтез үдерісінде маңызды рөл атқарады. Каротиноидтер өсімдіктерге сары, сарғыш және қоңыр түстер береді. Антоциандар қызыл, күлгін және көк түстердің пайда болуына себеп болады. Ал флавондар мен флавоноидтар сары түске жауап береді. Өсімдіктердегі пигменттерді тәжірибе арқылы да көруге болады. Мысалы, бөлме өсімдігінің жапырағын ұсақтап, оған этил спиртін қосып, сығып алса, спирттің жасыл түске боялғанын байқаймыз. Бұл жапырақтағы хлорофилдің бар екенін дәлелдейді. Біраз уақыттан кейін сары түсті пигменттердің де бөлінетінін көруге болады. Жапырақтағы пигменттердің арақатынасы өзгерсе, оның түсі де өзгереді. Егер хлорофилл азайса, жапырақ жасыл түсін жоғалтады. Сондықтан күз мезгілінде кейбір жапырақтар сары немесе қызыл түске боялады. Күн сәулесінің әсерінен хлорофилл тез бұзылып, ал басқа пигменттер анық көріне бастайды. Құрғақ, ашық күзде жапырақтар тез сарғаяды, ал жаңбырлы күзде олар ұзақ уақыт жасыл болып қала береді. Жеміс-жидек пен көкөністердің түсі неғұрлым ашық болса, оларда пигменттер соғұрлым көп болады. Бұл пигменттер адам ағзасына пайдалы зат алмасуға көмектеседі және дәрумендерге бай келеді. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін күнделікті тағам рационында жасыл, сары, қызыл және күлгін түсті көкөністер мен жеміс-жидектерді жиі тұтыну қажет.